Мен Оралбай Ақмарал Үйдербайқызы, Атырау облысы Атырау қаласындағы Дина Нұрпейісова атындағы халықтық музыка академиясы, Атырау музыка колледжі жанындағы балалар музыка мектебінде қызмет атқарамын. Бүгінгі баяндамам егемен Қазақстандағы нәзік жанды композиторлар тақырыбына арналады. Әйел заты адамзат өркениетінің бастауында тұрған ұлы күш. Тарихта ел қорғаған батыр аналарымыз аз болмағанымен, өнер мен кәсіби шығармашылық кеңістігінде әйел композиторлардың есімі көгінде тасада қалып келеді. Әлемдік музыка тарихында да нәзік жандылардың шығармалары сирек насихатталатыны белгілі. Дегенмен қазақтың кең даласында бұл үрдіс өзгеше. Ұлттың рухани қазынасын байытқан көптеген күйші, сазгер әйелдер болған. Қазақ музыка мәдениетінде аналық жүрек пен ұлттық болмыс біртұтас көрініс табады. Күй мен симфониядан бастап камералық және балалар музыкасына дейін нәзік жанды композиторлардың қолтаңбасы айқын сезіледі. Зерттеу жұмысымның негізі ретінде 2017 жылы жарық көрген Қазақстан композиторлары атты 2 томдық жинақ алынды. Бұл еңбекте қамтылған деректерге сүйене отырып, тәуелсіздік кезеңіндегі әйел композиторларды бірнеше топқа жіктеп қарастырылды. Олардың қатарында шығармашылығы егемендікпен бірге қалыптасқан, сондай-ақ тәуелсіз Қазақстанда алғашқы қадамдарын жасаған заманауи сазгерлер бар. Бұл композиторлардың шығармаларынан қазақ фольклорына, тарихына, күй дәстүріне деген терең тағзым анық байқалады. Кейбір туындылар бүгінде кәсіби оқу орындарының репертуарына еніп, жас музыканттардың орындауында кеңінен насихатталып жүр. Сонымен қатар басқарушылық, ғылыми және педагогикалық қызметті қатар алып жүрген нәзік жанды сазгерлер де аз емес. Қорытындылай келе, нәзік жанды композиторлар қазақ кәсіби музыка өнерінің ажырамас бөлігі. Отбасы, қоғам, шығармашылықты қатар алып жүрген бұл тұлғалардың еңбегі терең зерттеуді, кеңінен насихаттауды қажет етеді. Талант жыныс таңдамайды. Қазақ музыкасының болашағында әйел композиторлардың дауысы айқын естілуі тиіс деп есептеймін.